Бүгін біз Теміртау қаласындағы мәдени орындардың бірі Теміртау қалалық тарихи өлкетану мұражайына виртуалды саяхат жасаймыз. Бұл мұражай туған өлкеміздің өткені мен бүгіні тоғысқан рухани орталық. Мұнда әрбір жәдігер тарихтың үнсіз куәгері. Әр заттың өз тарихы бар. Жай бірнеше негізгі залдардан тұрады. Бірінші зал табиғат залы. Мұнда аймақтың жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі таныстырылады. Келесі зал археология бөлімі. Онда ежелгі қоныстар мен қазбалардан табылған тарихи артефактілер қойылған. Халқының бірлігі залы. Бұл залда елімізді мекендейтін әртүрлі ұлт өкілдерінің, кәріс диаспорасы, түрік, украин халықтарының және қазақ халқының ұлттық киімдері көрсетілген. Сонымен қатар қазақ халқының ұлттық музыкалық аспаптары көрініс тапқан. Металлургия және қала тарихы залы. Мұражайдың ең ерекше бөлімі Теміртау металлургиясының тарихына арналған зал. Бұл жерде Қарағанды металлургиялық комбинатының алғашқы құрылысы, алғашқы балқыту сәттері және сол кездегі жас құрылысшылардың еңбегі жайлы көптеген құжаттар мен фотосуреттер қойылған. Металлургтер еңбегі қаламыздың мақтанышы, еліміздің индустриялық дамуының бастауы. Теміртау қаласының тарихы залы. Бұл залда ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі өңір тарихы баяндалады. Алғашқы қоныстардан бастап кеңестік индустрияландыру кезеңіне дейінгі жолды осында көруге болады. Экспозицияда археологиялық олжалар, тарихи құжаттар, фотосуреттер, Теміртаудың алғашқы металлургтердің еңбегін бейнелейтін жәдігерлер сақталған. Еске алу залы. Мұнда Теміртау қаласының және еліміздің тарихындағы ауыр, бірақ мәңгі есте қалатын кезеңдерге арналған экспозициялар орналасқан. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ерлік, тыл еңбеккерлерінің қажырлы еңбегі, сондай-ақ қаланың индустриялық өрлеу жолындағы жетістіктері баяндалады.